Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзі 15 минутта дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, одан соң айранымызды құямыз. Аз ғана ванилин салсаңыздар болады, егер жоқ болса салудың қажеті жоқ. Одан соң қамыр қопсытқыш саламыз, тұзымызды саламыз. Сұйық майды құйып, жақсылап массамыз біркелкі болғанша осылай венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақ тілді каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдын ала еленген ұнымызды осындай бөліктерге бөліп, ұнымызды бірден салып жібермейміз. Осылай бөліктерге бөліп, осылай жақсылап араластырып аласыңдар. Іртігі кеткенше жақсылап араластырып болған соң, қалған ұнымызды да осындай бөліктерге бөліп, қамырымызды илейтін боламыз. Мен қажет заттардың барлығын осы видео астына жаздым. Немесе описание бөлімінен таба аласыздар. Неге илеу қанғанша қамырымызды осылай илеп алдық. Осындай жұмсақтықта болады. Енді ұн сеуіп қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болу қажет. Енді сұйық маймен осылай майлап шығатын боламыз. Толығымен майлап болған соң, үстіне қантты осылай сеуіп шығатын боламыз. Мен ас қасықпен 1,5 ас қасықтай қантты сеуіп шықтым. Печеньемізді пісірген кезде қанты шашылып жүрмес үшін осылай оқтаумен үстінен басып шығыңыздар. Енді кез келген формамен печеньені әдемілеп кессеңіздер болады. Мен осылай пышақпен 4 бұрышты печенье жасадым. Печеньеміз осындай болып шығады. Енді осыны формамызға тізіп алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп алыңыздар. Печеньеміз дайын болды. Өте оңай, әрі үйдегі заттардан ғана жасалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.